Ағаштың бәрі қурап кеткен, давно. Мына жердің бәрі туалет болып жүр. Бәрі ішіне кірет, шат. Видите, полный безобразие. Дәл қаланың ортасында полный беспорядок болып тұр. Срочно мынаны не қылу керек. Центр города, орталық көше. Көрдіңіз ба мұны? Полный безобразие болып тұр. Мына жерден де баяғы бір тал құлап, үлкен тал болған. Дәл мына бутиктің үстіне құлады. Көрдіңіз ба? Мен екі сөйлемеймін, мен точносын айтам. Если плохо, мен айтам плохо. Мына заборды бұзып, мынандай бір әдемі не жасайын деп жатырмын. Кентау нұры сияқты әдемі мынау қалаға сәйкес ограждение әдемі. Көрдіңіз ба, мынаның бәрі қурап кеткен. Бәрі қураған, давно. Мынаны обрезка жасау керек, наверное, мына бір тал. Мынаны мөлден кесіп тастау керек. Көрдіңіз ба? Мына крышаны жабай несе, мен не істеймін енді. Мына крышан уже мынау материал бұрынғы егесі дайындаған екен. Крышаны жабатын. Бірақ дәл мына ішінен тал өсіп жатыр. Ертең мен крышаны жабам, жарайды. Талды кеспеймін. А ол түсіп қалады, потом тал құлайды. Пох деп. Мына қураған ғой бәрі мұны. Көрдіңіз ба? Көрдіңіз ба мұны? Қазақша сөйлеген шіркін ғой мұны. Көрдіңіз ба? Орысшада, қазақшада, ағылшында мұны. Көрдіңіз ба? Мұны. Қаншама адам бияқа сиген, шыққан, әйтеуір бұл қурап кеткен уже. Загнила дейді, загнил. Вот. Мынан бәрін мен құда қаласа реттейін деп жатырмын. Көрдіңіз ба, мына жердің бәрі жарылған. Мына скамейка бәрін майыстырып, полный бардак болған. Осын срочно наурыз болады алдында. 20 наурызда не болады жаңағы выборы дейді ғой, сайлау. Бұның бәрі порядкілеу керек қой. Мына масқара ғой, мына бәрі құлап жатыр. Көрдіңіз ба? Вот. Мен жолымды ашып берсеңіз, жақсы керемет болады. Мына полный безобразие мына. Полный беспорядок. Бұлар бұрынғы егелері ажырасқан, бұларға бұл 5 тиынға да керек емес. Сат жіберді, өзін ертең істейсің деп. Ал енді мен жалғыз өзім қалдым. 85 проблемасымен. Ол айтарым осы мұны. Летний кафе неғылайын дедім да, бұны әдемі. Сөйтіп план бойынша сызған. Рахмет. Мұны көрдіңіз ба?